Қадірменді көрермендер, Өмір ағымы бағдарламасы өзінің эфирін жұмысын ары қарай жалғастырады. Және де бүгінгі күннің сұхбатына келген қонағымыз да келіп қалды. Және де бүгін үстел теннисінен спорт шеберіне үміткер Абдажым Гүлсая Нұржанқызы келіп отыр. Қош келдіңіз, қалайсыз? Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Қалай келдіңіз? Өте жақсы. Негізінен осы үстел теннисі спортына қалай келдіңіз? Оның тарихы бар ма? Сол туралы айта кетсеңіздер. Мен үстел теннисіне 4-ші сыныптан бастап келдім. Мен ол тенниске келуім ол аяқ астынан болды десем де болады. Себебі менің мектепте айналысатын басқа ештеңе болмады. Сонымен тенниске барып, бір қатысқаннан жақсы нәтижелер көрсеткеннен бастап, тренерім әрі қарай жетелеп алып кетті. Негізінен үстел теннисінен бұрын сіз басқа спортпен айналысқан едіңіз, иә? Иә, таэквондо спортпен айналысқам. Денсаулығыма байланысты таэквондоға қатысуға болмайтын болды. Сол себепті теннис денсаулыққа пайдалы деп тенниске бардым. Керемет. Енді спортқа деген қызығушылық қалай ашылды? Спортқа деген қызығушылық, ол мен отбасымды айтсам болады. Себебі менің әкемнің өзі спортпен айналысқан, анам да спортшы болған. Менің екі үлкен ағам бар, олар енді күреспен айналысты, үлкен ағам таэквондомен айналысты, әпкем баскетболмен айналысты, және інім өзім сияқты үстел теннисінен қазіргі таңда паралимпиадалық чемпионаттарда чемпион. Керемет. Енді спортшылар отбасында дүниеге келіпсіз. Жаңағы таэквондомен айналысқан кезде енді қыздардың спорты емес деп жатады. Үйдегілер қалай қарсы алды бұл ойды? Менің негізі таэквондоға қатысқан кезімде үйдегілер мені негізінде қолдаған болатын. Ешқандай қысым болмады. Бірақ үстел теннисіне ауысқан кезімде, бірақ ондай жағдайлар болатын. Яғни үстел теннис сол ұлдардікі деген сияқты. Сол бір ойларды жеңудің арқасында енді бүгінгі таңда? Менің ағаларым негізі қарсы болған үстел теннисіне баруыма, себебі бізде залда басым көпшілігі ұлдар болатын. Және де енді ағаларым қызғаншақ болғандықтан жібергісі келмейтін. Мен бірақ ешқандай олардың айтқанын тыңдамастан, қарамастан мен кетіп қала беретін. Керемет. Енді өзіңіздің туған жеріңіз туралы, қай жерде тудыңыз, өзіңіз туралы айта кетсеңіз? Мен Түркістан облысы Жетісай ауданы Асығата кентінің тумасымын. Және Нәзір Төреқұлов атындағы номер 13-ші жалпы орта мектебінде білім нәрімен сусындадым. 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін сол мектепте оқыдым. Және де менің сол туып өскен жерімде қазір Мақтаарал деп айтуға болады. Яғни мақта өндірілетін, мақта өсетін жақтың тумасымын. Және де осы тұста мен өзімнің сол мектепте мені білім нәрімен сусындатқан ұстаздарыма алғысын айтқым келеді. Және де мені осы спортқа әкелген Есімханов Ержан Болатбекұлына алғысым шексіз. Негізінен спортпен айналысу қандай да бір қабілеттерді қажет етеді. Табандылықты, шыдамдылықты қажет ететіндігін бәріміз білеміз. Енді спорт сіздің өміріңізге қандай әсерін берді? Спорт негізінде мен үйдің еркесі болғандықтан мінезім өте қиын болатын. Бірақ мен спортқа барғандықтан мен ол жерде ұстамдылықты үйрендім және сабырлықты үйрендім. Мен қанша қиындықтармен кездестім спортта. Және де бірақ барынша шыдамдылық танытып, және ұстамдылық керек екенін сол спортта сездім. Сол енді ұстамдылық бүгінгі таңда өміріңізге қандай да бір әсерін беріп жатыр ма? Қазір былай айта кетсем, бізде мен шет тілі және екінші шет тілі кафедрасында оқимын факультетінде. Мысалы, біздің факультет негізінде қиын. Бірақ мен ол жерде қанша қиындық болса да барынша үздік атануға және де шыдамдылық пен сабырлық танытып, қазіргі таңда барлық қиындықты үндемей жеңіп келе жатырмын. Керемет. Негізінен Түркістан облысының тумасысыз. Неліктен Қостанайға келдіңіз? Яғни қазіргі таңда серпін бағдарламасы бойынша келген болатынмын. Және де Қостанайды өзім таңдаған болатынмын. Себебі мен Қазақстанның
барлық қаласында болдым десем де болады, бірақ Қостанайға келіп көрмегенмін. Сол себепті Қостанайды жазғым келді. Керемет. Енді жеңіске жету үшін қандай да бір қасиеттер маңызды болу керек секілді. Сол бір әрдайым үздіктерінің қатарынан болу үшін сізге қандай қасиеттер көмектеседі? Мен қайсарлық деп айтқым келеді, себебі мен қанша сүрінсем де, қанша қиындық көрсем де, бірақ мен ешқашан берілмеймін. Бастаған ісімді соңына дейін жеткіземін, және ішімнен бір намыс дегендей болады. Қайсар болып, мінезім өжет болғандықтан мен барлық алдыма қойған мақсаттардың бәріне жетіп келе жатырмын. Сол. Керемет. Енді осы тұста сұрағым келіп отыр сізден. Үстел теннисімен бүгінгі таңда айналысып жатырсыз ба? Әлі қарай дамытып жатырсыз ба? Иә, қазіргі таңда былтырғы көктемде Назарбаев университетіне универсиадаға барған болатынбыз. Мен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің атынан шықтым. Және де біз ол жерде командалық есепте 5-ші орын болып қалдық. Бірақ енді алдағы уақытта біз 1-ші орынға дейін барамыз деген үміт бар. Қазіргі таңда үстел теннисімен айналысып жатырмын. Және де 3-ші, 4-ші курс студенттерін жаттықтырамын. Керемет. Неліктен енді шет тілі мамандығын таңдадыңыз? Өйткені менің ойымша үстел теннисінен енді қандай да бір дәрежеге жетіп отырсыз. Және де 4-ші, 3-ші курс студенттерін жаттықтырудың өзі бір дәрежеңізді білдіретін секілді. Мүмкін спортты таңдағанның өзінде де қандай да бір мәртебеге жетер едіңіз? Шет тілі пәнін таңдағаным ол мен 11-ші сыныпта қатты ойланған болатынмын. Және мен спортты басында таңдаған болатынмын. Және мен Study ILC тіл білім орталығына қосымшаға барғанмын. Және мен теннисті таңдап шетелге шығамын деп ойлаған болатынмын. Және ағылшын тілін меңгеру басты мақсатым еді. Бірақ мен сол курсқа барғандықтан ұстазым Балхибаева Нұрбақыт Асылбековнаның арқасында осы шет тілі пәнін таңдадым. Ол кісінің айтқан маған әрбір жігерлі сөздері маған күш берді. Және де тек теннис таңдап қана емес, оны қосымша қылып алуға болады дегендіктен мен сол ұстазымның кеңесін жадымда сақтадым. Сол шешімге өкінбейсіз бе? Мен қазіргі таңда мүлдем өкінбеймін, себебі қазіргі таңда мен оқып жатқан университет ең топ 3 университеттің ішінде 1-ші университет деп айтуыма болар еді. Себебі қазіргі таңда мені университетте ұстаздарым әрдайым мотивация беріп, қолдап жүреді, және басымда қандай да бір қиындықтар болып қалса, көмектесуге асығып тұрады. Және ол менің қадірмен ұстазым Кенжебаева Айгүл Серекбаевна. Сол кісінің арқасында мен қазір мүлдем өкінбеймін. Және осы университетте көптеген жақсы достар таптым, солардың арқасында мүлдем өкінбеймін. Керемет. Енді болашаққа қойған спорттық мансабыңыз қандай? Спорттық тұрғыдан қандай жоспарларыңыз бар? Қазіргі таңда мен үстел теннисімен бұрынғыдай қатты жаттығып жатқан жоқпын. Бірақ алдағы уақытта осы оқуды аяқтаған соң өзімнің жеке спорт клубымды ашсам деген мақсатым бар, жоспарым бар. Және Аллах қалап болашақта әлем чемпиондарын шығарам деген үміт бар. Мен спорт жолынан кеткен жоқпын. Және спорт жолында карьерамды аяқтаған жоқпын әлі. Керемет. Жаңағы спорт шеберіне сол атақты алу қазіргі таңда ойда бар ма? Қазіргі таңда мен негізінде былай айтсам болады. Мен қазір тек шет тілін оқып жатырмын. Үстел теннисімен бұрынғыдай қатты айналысып жатқан жоқпын. Біздің Қазақстан Республикасы қазір үстел теннисін қатты дамытып жатыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы да өзі де кандидат мастер спорта. Және де біздің мысалға қазіргі таңда өте мықты спортшылар көп, сондықтан бұл нәрсе мүмкін емес. Өмірге тек реальностьпен қарап үйрену керек деп ойлаймын. Керемет. Енді бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытта кітап оқимын, және де көптеген өлеңдер өз шығармашылығымнан жазамын.
осы өлеңдерге тоқталып кетсек, тек қана спортқа емес, сонымен қатар поэзияға жақын екенсіз. Қалай келдіңіз? Мен өлеңді 3-ші сыныптан бастап жазатынмын, және де 9-шы сыныпқа дейін жазып келіп, 9-шы сыныптан бастап шабыт келмей қойды. Және де мен ойлаған, бұл енді мүлдем келмейді деп. Бірақ 11-ші сыныптан бастап қайта шабытым ашылып, өлеңдерім уже әрі қарай үлкен мағынамен тереңдетіліп, үлкен ақындар сияқты жазылып бастағандықтан мен осы үшін қатты қуанамын. Керемет. Шабыт келу үшін қандай сәттер болу керек өміріңізде? Негізінде мен ақиқат және де сағыныш, ата-анаға деген сағыныш жайлы жазам. Себебі менің өмірімде ең үлкен рөл ойнайтын нәрсе ол адами қасиет, және де қазір енді ата-анамен алыста жүргендіктен бір-бірімізді қатты сағынамыз дегендей, және сол кісілердің әрбір айтқан сөздері мотивация болғандықтан сол кісілерге көптеген өлеңдер арнаймын. Керемет. Енді Гүлсая ханым, қазір рахмет сізге осындай сұрақтарыңызға жауап беріп жатқанымызға. Сонымен қатар енді сұхбатты тағы бір әуезді әннен кейін жалғастырсақ деп отырмыз. Кезекте жарнама, қадірменді көрермендер, біздің арнадан алыстамаңыздар. Қадірменді көрермендер, біз өзіміздің эфирімізге қайтадан оралдық. Осындай әсем әуезді әннен кейін өзіміздің сұхбатымызды жалғастырмақпыз. Біздің сұхбатымызда Гүлсая ханым өзінің спорттық шеберге, үстел теннисінен спорт шеберіне үміткер екендігін, сонымен қатар поэзиямен де айналысатындығы туралы айтып жатыр. Енді осы тұста сізден сұрағым келіп отыр, Гүлсая ханым. Спортшының жаны мен поэзия жазатын ақынның жаны екі бөлек. Қалай ұштастыра алдыңыз? Менің негізі қырларым өте көп. Яғни мен ол енді шабыт деген тек түнгі уақыттарда келеді десем болады. Ол өлең жазу өзімнің аталарым және де өзімнің нағашы жағымнан берілген. Менің өзімнің әулетімде өлең жазатын аталарым көп. Сондықтан мүмкін сол кісілерден дарыған қасиет деп ойлаймын. Керемет. Спортшы мен жаңағы поэзиялық тұрғыдан да отбасыңыз бір талантты отбасылардың бірі екен. Иә, менің анам да өлең жазады. Және де мен мысалыға спорт жайлы да өлеңдер жазамын. Бірақ енді спортта басқа адам және шабыт келгенде ақындықта басқа адам, ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Поэзиямен айналысқандығыңыз ол спорттық тұрғыдан енді жігерлігіңіз, сырттай жігерлі болғанымен іштей нәзік екендігіңізді көрсететін секілді. Енді осы тұста сұрағым келіп отыр. Енді поэзияға келген немесе жаңағы спортқа жаңадан қадам басып жатқан спортшыларға қандай өзіңіздің кеңесіңізді білдіресіз? Мен бірінші спортты айта кетсем, спортқа келіп жатқан жас спортшыларға менің айтарым, қандай қиындық болса да сынбай тек қана алдыға жылжыңыздар, және де қандай қиындық келсе де сынып қалмаңыздар, және де спортты таңдаған соң жігерлі және қайсар болыңыздар, өжет болыңыздар. Себебі спорт көп нәрсені талап етеді. Мінезі жоқ адамға спорт мүлдем керек емес деп ойлаймын. Енді спортты таңдаған соң соңына дейін апарыңыздар. Ал жас ақындарға айтарым, қаламдарыңыз ұштала берсін, және де өлеңдеріңізді тереңдетіп жаза беріңіздер. Және де бір кезде ұзақ уақыт шабыт жоқ болып кетсе, шабытты оятатын мысалға табиғатта серуендеп, болмаса көптеген адамдардың іс-әрекеттерін бақылаңыздар, және өз ойларыңызды күнде кешке анализ жасап отырыңыздар. Бізде Абай Құнанбайұлы айтады ғой, адам күніне бір рет, немесе айына бір рет, немесе аптасына бір рет өзіне есеп беруі тиіс. Ал есеп бермесе, ол наданнан айырмашылығы жоқ деп. Сол ойларыңызды анализ жасау арқылы сіздер қаламдарыңыз ұшталады деп ойлаймын. Керемет. Енді спорт болғаннан кейін әрдайым жеңіс бола бермейді. Жеңіліс болған кезде не істейміз? Спортта, иә, дұрыс айтасыз, әрдайым жеңе бермейді. Бірақ жеңіліс те адамның әлсіз екенін білдірмейді. Және спортта ең маңыздысы ол адамның
өзінің алға қойған мақсаты және күш-жігері және ол жеңілісті қалай қабылдайтындығында. Мен алғашқы жылдары спортқа қатысқан кездерімде жеңіліс тапқан кездерім өте көп болды. Бірақ ол кездерде мен қатты жынданып, біраз мінезімді көрсететінмін. Бірақ сол мінезіме тренерім шыдап, мені тәрбиеледі және жақсы жағына өзгердім. Және кейінгі жылдарында жеңілісті қабылдап, сабырлық таныта білдім. Себебі спортта қарсыласқа деген кішкене болсын құрмет болу керек. Поэзия ма әлде спорт па? Қайсы жаныңызға жақын? Бұл жерде сұрақ мамаң таңдайсың ба, папаң таңдайсың ба деген сияқты болып тұр. Мен енді поэзиямен 3-ші сыныптан бастап таныстым, ал тенниспен 4-ші классымнан бастап танысқанмын. Енді бұл жерде мен таңдау жасай алмаймын, себебі екеуі де жаныма қатты жақын, бір өзімнің жақсы көретін заттарым. Керемет. Сіздің осындай бізге сұхбат беріп жатқандығыңыз үлкен, біз үшін өте мақтаныш десек те болады. Енді біздің облысымыздағы осындай керемет жас спортшыларды, танымал спортшыларды танылмаса да қазіргі таңда соның танылудың мақсатында біз өзіміздің эфирімізге шақырып, әрдайым қолдау көрсетіп жатамыз. Сізге келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді сөз соңында өзіңіздің айтарларыңыз болатын болса. Мен осы орайды пайдаланып, мені осындай дәрежеге жеткізген әуелі Алла, одан кейін ата-анама алғысым шексіз. Менің ата-анам маған үлкен септігін тигізіп, күнде мотивация беріп, тілектерін білдіріп отырады. Мен оны өте қатты құрметтеймін, және де осы дәрежеге жеткізіп отырған ұстаздарыма алғысым шексіз. Ең алдымен мен спорт жағынан сұхбат беріп жатсам, Есімханов Ержан Болатбекұлына өзімнің ракетка ұстап үйреткен, чемпион қылдырған өзімнің ағайыма алғысым шексіз, және де осындай әдемі сөздерді үйреткен менің Абдулаева Дамира апайыма да алғысым шексіз. Және де ағылшын жолына, ағылшын тілі пәнін таңдағаным, ол Балхибаева Нұрбақыт Асылбекованың арқасы, және де осы Қостанайды жақсы көріп, осы жақта қалғаным, ол Кенжебаева Айгүл Серікбай қызының арқасы деп білемін. Және сол кісілерге алғысым шексіз. Мені осындай сұхбатқа шақырғандарыңызға көптеген алғыс айтамын, және де үлкен рахмет. Сізге де келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Осыншама көптеген талантты бойыңызға сіңіртіп, сонымен қатар оны дамыта алғаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Себебі бұндай деңгейдегі, бұндай көптеген талантты бойға сіңіру және оны бірдей деңгейде ұстап тұру екінің біріне қолынан келе бермейді десек те болады. Ал бізде шағын жарнама, жарнамадан кейін қандай ақпараттармен бөліседі екенбіз, бірге білейік.